Ассалаумағалейкум, армысыз қазақ елі. Мына стримді тыңдап, соған байланысты бір өзімнің пікірімді айтайын деп едім. Мен өзім негізінде ешқайсысына да қарсы емеспін. Мұсылманға да, тәңіршіге де. Мен бір немді айтайын, опытымды айтайын. Мен енді Хари Кришнаны естігулерің бар ма, жоқ па білмеймін. Сондамын мен енді. Оны қалай қабылдайсыңдар өздерің біліңдер, бірақ та патриоттық сезім бар менде. Егер де қалай бір қауіп төнсе отанымызға қару ұстауға дайынмын. Мысалға ол жағына вообще әңгіме жоқ енді. Ет жемейтін болмаса қалған іштей қазақпын, ағайындар бәрі үйренді. Жақсы, енді мұсылмандар туралы мұсылмандарды бір қорғап шыққан бір видеом бар, неге атылып отырсыңдар деп. Бірақ та тәңіршілдерге де мысалға қарсы емеспін, әркім өзі біледі деп есептеймін, иә. Бірақ та осындай пікір талас болып жатыр не стримнің ішінде. Мұсылмандар айтады, біреу айтады, тәңіршіге бермеймін дейді. Біреу айтады, неге қазаққа бермейсіз, сонда бір негрге бересің ба дейді. Біреу айтады, ол мұсылман болса берем дейді. Біреу айтады бермеймін, тек қазаққа берем дейді. Сондай пікір талас. Тәңірші айтып отыр, енді қазақ болса жастарға балта шаппай ма, не деп, махаббаттарына балта шаппаймын деп отыр. Енді жақсы, енді мен сіздерге айтайын, мына мұсылмандарға айтайын енді. Әрбір жерде біздерде, мысалға біздерде көбінесе орыстар ғой енді. Хари Кришнада көбінесе орыстар. Солардың енді ішкі саясатты қарағанда, енді жақсы должностьтарда всегда орыстар жүреді. Мысалы қазаққа егер де президент храмы қылып қазақ сайласа, онда қазақтарды алады. Сондай талас болады да әрқашан. Сондықтан айтарым, дінмен, бірақ та ұлтты қарау керек. Бәрібір ұлтты қарау керек. Дінмен ол айтыла береді, оның да бір орны бар. Мұсылманды мысалға неде қалдырмау керек қалайды. Егер де мұсылман келсе, негр болса да мысалға далада қалдырмау керек те, мұсылман. Ол дұрыс. Бірақ та енді ішкі саясатқа келгенде оған көп араластырмаған дұрыс. Ол сондай қалайды кіреді, сондай саясат болу керек. Тәңіршілдерге де тіс қайрамаңдар, тәңіршілдер сіздер, мұсылманға да тіс қайрамаңдар. Әйтпесе біздер бірікпейміз. Қазақ болып жүрген жерде патриоттық сезім бірінші очередь қаралу керек. Сондықтан сол айтайын дегенім, қарсы болмай бірігіп жүрген дұрыс. Енді оны қалай кәдімгі қатты айтып жатыр да, ой, кәпірге бермеймін. Біріншіден мен сізге айтайын, ол айтып отырған жігітте совет үкіметінде болған шығар, бәріміз де атеист болғанбыз кезінде. Сол тәңіршің ертең күшті бір мұсылман болып кетсе қайтесің, ал күйеу балаң сол тәңірші болып келеді де мұсылман болып кетсе қайтесің. Ал ертең сен исламның арасында бір нәкөстердің кесірінен сол исламнан кетіп қалсаң қайтесің, ал ондай жағдай болады, ал сен оған жауап бере алмайсың. Мен айтайын, негізінде көркем мінезбен, өнегелі сөзбен ғана, үлгімен ғана жеңе аласың қазіргі заманда. Басқа вариант жоқ. Жігіттер, соны дұрыстап ұғып алыңдар, қырылмаңдар бір-бірімен, пожалуйста, түсінуге тырысыңдар. Анау-мынау жерлерін құлақтың қасымен өткізіп жіберіңдер, болды. Керек емес жерлерін, керек жерлерін, жақсы жерлерін ғана түйістіріп, былай алып кетуге болады да. Сонда бір тұтас Қазақстан боламыз, бір тұтас ел боламыз. Былай қарағанда әсер келіп жатыр ғой. Иоговы бар, Библия бар, христианы бар, қазақтардың ішінде кришнаиты бар, біздер сияқты да. Тәңіршісі бар, ислам бар. Соның ішінде біздер сондай саясат жүргіміз керек. Қазақты бір тұтас қылып ұстап қалады. Әркім ол қалайды, ең жеңетін нәрсе, мында айтайын сіздерге, ешқайсысын шеттемей, қазір басқа амал жоқ, мұсылмандарға да айтайын, басқа амал жоқ. Интернетті ешкім отменять етпейді. Ертең
мұсылман болып тәрбиелеп келатырған балаң ертең тәңіршіде болып кетеді, керек болса христианда болып кетеді. Оған айтып тұрмын ғой, махаббат қана жеңе алады да, сондайды болды.